Ыбырайым пайғамбар жалғыз отырып тамақ ішпейтін, аса қонақжай, кең пейілді кісі болыпты. Үйіне кісі келмесе, далаға шығып өзі қонақ іздейді екен. Бір күні қызы: «Әке, қашанғы біреуді күтеміз? Тамақты телміртпей өзіміз ақ іше берейікші» дейді кейіп. Сонда Ыбырайым: «Қызым, ақыретте де ішкен жегеннің сұрауы болады. Көппен бөліскенге ғана береке береді» депті. Ыбырайым пайғамбардың тағы бір қасиеті, үйіне келген қонақты еш уақытта құр қол шығармайды екен. Оған міндетті түрде тарту таралғы беріп: «Сен менің жай ғана қонағым болған жоқсың. Мойнымдағы міндетімді бөлістің, дәмімді татып, берекемді молайттың. Үйімнен құр қол қайтпа» дейді екен. Сонан бері қуыс үйден құр шықпа, қонақ асынан сыбаға деген дәстүрлер тұрмыс салтымызға сіңген көрінеді.